Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды және тіркелуді ұмытпа. Бүгін 8-ші сыныптың металдардың тұз ерітінділерімен әрекеттесуі тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: металдардың белсенділік қатарын және үлкен кіші белгілерін пайдаланып, әр жұптағы химиялық белсенді металды анықтаңдар. Бірінші сұрақтың жауабы: магний мырышқа қарағанда белсендірек, темір қорғасынға қарағанда белсендірек, хром мысқа қарағанда белсендірек, натрий алюминийге қарағанда белсендірек. Екінші сұрақ: берілген суретке назар аударыңдар. Қай стаканда реакция жүреді? Жүретін және жүрмейтін реакциялардың себептерін түсіндіріңдер. Екінші сұрақтың жауабы: бірінші суретте шеге темірден жасалғандықтан реакция жүреді. Темір мысты ығыстырып шығара алады. Химиялық реакция теңдеуі: мыс сульфатына темір қосылған, нәтижесінде темір сульфаты мен мыс шығады. Екінші, үшінші суреттерде реакция жүрмейді, себебі алтын темір мен күмісті ығыстырып шығара алмайды. Үшінші сұрақ: никель тақташа берілген тұз ерітінділеріне батырылған. Никель қай тұз ерітінділерімен әрекеттеседі? Реакция теңдеулерін құрастырыңдар. Үшінші сұрақтың жауабы: магний сульфаты мен никель әрекеттеспейді. Қорғасын хлориді мен никель әрекеттескен кезде никель хлориді мен қорғасын түзіледі. Мыс сульфаты мен никель әрекеттескен кезде никель сульфаты мен мыс түзіледі. Күміс нитраты мен никель әрекеттесіп, никель нитратын және күмісті түзеді. Төртінші сұрақ: мыс купорысы ерітіндісін неге темір ыдыста емес, шыны ыдыстарда әзірлейді? Жауаптарыңды реакция теңдеулері арқылы дәлелдеңдер. Төртінші сұрақтың жауабы: мыс купорасының бір бөлігі болып табылатын мыс сульфаты темірмен реакцияға түседі және нәтижесінде ыдыстар қызыл пленкамен жабылады. Ал зат эмаль жабындарын жай ғана коррозияға ұшыратады. Сондықтан оны шыны ыдыста дайындаған және сақтаған жөн. Химиялық реакция теңдеуі: темір мыс купорасымен әрекеттесіп, темір сульфатын мыс және су бөледі. Бесінші сұрақ: оқушы химия зертханасында металдар мен тұздарды пайдалана отырып тәжірибе жасады. Тәжірибе нәтижесі төмендегі кестеде берілген. Осы металдардың белсенділік қатарын құрыңдар. Жүруі мүмкін химиялық реакциялардың теңдеулерін жазыңдар. Бесінші сұрақтың жауабы: алюминий мен алюминий хлоридінің арасында реакция жүрмейді. Алюминий мен мыс сульфатының арасында реакция жүреді. Нәтижесінде алюминий сульфаты мен мыс түзіледі. Алюминий мен натрий фосфатының арасында реакция жүрмейді. Алюминий мен аргентум күміс нитратының арасында реакция жүреді. Нәтижесінде алюминий нитраты мен күміс түзіледі. Келесі: мыс пен алюминий хлоридінің арасында, мыс пен мыс сульфатының арасында, мыс пен натрий фосфатының арасында химиялық реакция жүрмейді. Мыс пен күміс нитратының арасында реакция жүреді. Нәтижесінде мыс нитраты және күміс шығады. Магний мен алюминий хлоридінің арасында реакция жүреді. Магний хлориді мен алюминий түзіледі. Магний мен мыс сульфатының арасында реакция жүреді. Магний сульфаты мен мыс түзіледі. Магний мен натрий фосфатының арасында химиялық реакция жүрмейді. Магний мен күміс нитратының арасында реакция жүреді. Магний нитраты мен күміс түзіледі. Келесі: күміс пен алюминий хлоридінің арасында реакция жүрмейді. Күміс пен мыс сульфатының арасында реакция жүрмейді. Күміс пен натрий фосфатының арасында реакция жүрмейді. Және соңғы күміс пен күміс нитратының арасында реакция жүрмейді. Алтыншы сұрақ: дәптерлеріңе төменде берілген кестені сызыңдар. Сәйкес бағандарға жүруі мүмкін реакциялардың теңдеулерін жазыңдар. Реакциялардың жүру жағдайларын көрсетіңдер. Алтыншы сұрақтың жауабы: мен сіздерге кестеге жүруі мүмкін реакция теңдеулерін жазып қойдым және араларында реакция теңдеулері жүруі мүмкін емес бағандарды да минус деп сызып кеттім. Сіздер өздеріңіз дәптерлеріңізге толық химиялық реакция теңдеулерін жазып, оны теңестіріп алсаңыздар болады. Ал мен кестеге тек өнімдерді жазып қойдым.
Жетінші сұрақ. Мирас ата-анасын таңғалдырып, оларға фокус көрсетуді шешті. Ол әкесіне күміс нитратына шырша түріндегі мыс сымды салуды ұсынды. Біраз уақыттан кейін мыс сымның беті шықтанып, күміс ұлпалы шыршаға айналды. Мыс сым күміс ұлпалы шыршаға қалай айналғанын түсіндіріңдер. Химиялық реакция теңдеуін жазыңдар. Мыс сымдарын басқа металдан жасауға бола ма? Егер болса, онда қандай металдар? Мысалдарын жазыңдар. Жетінші сұрақтың жауабы. Химиялық реакция жүреді. Күміс кристалдарының қалың қабаты мыс сымдарының орнын басады. Химиялық реакция теңдеуі. Мыс қосылған күміс нитраты түзеді мыс нитратын және күмісті. Химиялық реакция теңдеуін теңестіру үшін күміс нитратының алдына және күмістің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Және соңғы сұрақ, мыс сымдарын алюминийден жасауға болады. 8-ші сұрақ. Сендерге мыс, мырыш және кальций металдары бар 3 сынауық берілген. Бұл металдардың сыртқы сипаттамалары сендерге белгісіз деп есептеңдер. Сендердің міндеттерің әр металдың қай сынауықта екенін анықтау. Сендерге анықтау үшін мына заттар берілген: магний хлориді және сұйылтылған тұз қышқылы. Сынауықтардағы мыс, мырыш және кальций металдарын қалай анықтауға болады? Реакция теңдеулерін жазыңдар. 8-ші сұрақтың жауабы. Мыс пен сұйылтылған тұз қышқылы әрекеттеспейді. Мыс пен магний хлориді әрекеттеспейді. Келесі, мырыш пен сұйылтылған тұз қышқылы әрекеттесіп, мырыш хлоридін және сутек газын түзеді. Мырыш хлоридінің түсі бізде ақ түсті кристалл болады. Және мырыш бізде магний хлоридімен химиялық реакцияға түспейді. Кальций сұйылтылған тұз қышқылымен әрекеттесіп, кальций хлоридін және сутек газын бөледі. Кальций хлоридінің де түсі бізде ақ түсті кристалл болады. Кальций магний хлоридімен әрекеттесіп, кальций хлоридін және магний түзеді. Осымен біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніңе рахмет. Міндетті түрде достарымен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды, тіркелуді ұмытпа.